Сәлем достар, біз бүгін духовкадағы орама жасайтын боламыз. Ол үшін бізге фарш, картоп, жуа, іш май және де специяларын қосамыз. Тестаны мантының тестасындай жасаймыз. Сосын катать етеміз. Сосын тестамыз дайын болған соң оны сұйық маймен майлаймыз. Фаршымызды үстіне жайғастырамыз. Дәл видеодағыдай ораймыз. Сосын үстінен жұмыртқан сарысымен жағып духовкаға жібереміз. Осындай дәмді вкусный болып шығады.